Сәлем достар, осындай қысқа арналған салат жабу үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге тәтті бұрыш және помидор, сәбіз қажет. Осылай барлығын тазалап турап аламыз. Сәбізді теркіден өткізіп, ал помидорды ет тартқыштан өткіземіз. Чеснок екеуін. Барлығын жақсылап дайындап болғаннан кейін жуадан бастап қуырамыз сұйық майға. Сосын жуа қуырыла бастаған кезде үстіне теркіден өткізілген сәбізімізді салып қуырып, оның үстіне помидорды құямыз. Көріп отырғандарыңыздай осылай қуырып, жаңа помидорымызды құямыз. Енді бұл салаттың ерекшелігі ашымауының себебі біз үстіне аспирин саламыз. Егер 5 литр салат шығатын болса, онда 5 аспирин деген сияқты. Сол кезде 100% салаттарыңыз атылмайды, ашымайды, қысқаға сақталады. Жасап көріңіздер.